Мектепті бітірген жылы әкем бар ақшасын қалтама салып, Мәскеуге оқуға жіберді. Ол өзі мұғалім болатын. Мен дүниеге келгенде атымды Дүкенбай деп қойып, үйдің жанынан шағын дүкен ашқан екен. Бәрі мені Дүкеш дейтін. Паспорт алғанымда атымды Дүкеш деп жаздырып алдым. Он, когда знакомился... Дүкеш Әлиұлы өте қарапайым, білімді адам еді. Өзінен анағұрлым жасы кішілерге менің атым Дүкеш деп танысып жататын. Бекзат болмысымен адамды өзіне бірден баурап алатын. Сондықтан да болар, әріптестерінің арасында оның достары көп еді. Қыз ол үлкен кіші деп бөлмей, барлығымен тең араласатын. Кәсіби маман ретінде бізге көп нәрсені үйретті. Онда да намысыңа тимейтін, қайта қолдау көрсетіп отыратын. Қателескен жерлерде былай болса қайтеді деп өзіңе салмақ салатын. Осындай қасиеттер үшін біздер Дүкеш Әлиұлын қатты сыйлайтынбыз. И любовь вместе с уважением. 6-ға толғанда анасы кенеттен дүние салған Дүкеш Байымбетов жастайынан әке тәрбиесінде өсті. Оқушы кезінен кітапты оқуға құмартып, жазушы болсам, баспада жұмыс істесем деп армандады. Я думаю, что Дүкеш кітап, газет журналды көп оқитын, үнемі ізденетін. Біз бір шаңырақтың астында 34 жыл бірге өмір сүрдік. Дүкеш 2 рет үйленген, мен оның екінші әйелімін. Дүкештің бірінші отбасынан 2 ұлы, екеуміздің арамызда бір ұлымыз бар. Үлкен ұлы Мәскеуде, ортаншыл Астанада, кіші ұлы Токиода тұрады. Менің 3 ұлым 3 Астананы бағындырды деп риза болып жүретін. Балалармен дос бола білді. Олар да бір-бірін сыйлап тұрады. Дүкештің көп уақыты жұмыста өтті. Ол ешқашан атақ, байлыққа қызыққан емес. Өзінің журналистика саласына өте адал болды. Дүкеш Байымбетов Мәскеу полиграфиялық институтына құжат тапсырады, бірақ жолы болмай еліне қайтады. Ақмоладағы Қазақ Селмаш заводына металл өңдеуші болып жұмысқа тұрады. Дүкеш Байымбетов екеуміз бір ауылдамыз, Ақмоладікіміз. Мен оны бала кезімнен білетім, бірақ ол жас үлкен болғасын қарым-қатынас болмады. Оның Толя деген інісі болатын, сонымен дос боладым. Бірақ 70 жылы мен осында телевидениеге келдім, сонда ол кісі уже диктор болып істеп жүр екен. Содан таныстық, жақын. Содан бері дос болдық, бірге істедік. Осы студияда ана жерде отырып жаңалық тоқиды. Тың өлкесі деген, тың орбитасы деген программа. Мен ана үстінде отырып, пультте отырап, солай бастадық бірге жұмысты. Содан бері жұмыста да жақындатса, достық та көбейді, бірге жүрдік. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарының соңы болатын. Радиодан дикторлық орынға байқау өтетін туралы хабарландыру естідім. Арнайы білімің жоқ, сені дикторлыққа алмайды дегендерге мән бермедім. Ертесінде айтылған уақытта шақырған жерге бардым. Ол уақытта диктор Юрий Левитанның атағы дүркіреп тұрған кез. Бәріміз соған еліктеуші едік. Слушайте Москву. Работают все радиостанции Советского Союза и Центральное телевидение. С вами была авторская программа Дүкеша Байымбетова «Крупным планом». В сегодняшнем выпуске принимал участие председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Александрович Марченко. А я прощаюсь с вами до следующей встречи и желаю вам всем всего хорошего. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары орыс тілді журналистер өте бағаланатын. Халықта сондай сүйіспеншілікке оралатын. Енді Дүкеш Байымбетов оған тұратын адам еді. Біріншіден ол өте жоғары профессионал. Оны бекер қазақтың Левитан деп атамаған. Енді әйгілі Левитан бар ғой, диктор. Сол кісі өзі шақырып кезінде дүкенді. Сол үстінен сабақ алған. Дүкеш тарихта бірінші рет меншікті тілші болды. Бүкіл одақтық орталық телевизияның. Көп адамдар, көп журналистер орталық телевизияға шығып жүрді. Хабарларымен,
әр тақырыпта, әр деңгейде дегендей, бірақ та Дүкештің орны бөлек болатын. Ол кісі, жаңа айттым ғой, өзі меншікті тілші болған. Дүкешпен бірге қызметтес болдық. Ол өте сондай өмірде де сондай тиянақты адам болатын. Дүкештің көңілі әр адамға жететін, әр адамға сондай сөйтіп назар бөлетін. Дүкештің оғыз тілі әрбір маманнан артық болатын. Өте тамаша тілді білетін. Вот эта жажда знаний. Дүкештің білімге деген құмарлығында шек жоқ еді. Ол 3 минуттық сюжетті дайындау үшін сағаттап кітап оқитын, көптеген материалдар қарайтын, жазғанын жанындағыларға оқып беретін, әрқайсысына пікір сұрайтын. Ол үйренуге келгенде ешкімнен қысылмайтын, ұялмайтын. Бәрін біліп алып қана жазатын. Көрерменді алдауға болмайды. Оларға дұрыс ақпарат жетуі керек деп отыратын. Мектепті енді ғана бітірген Дүкеш Байымбетов сол жолы радиоға дикторлық қызметке қабылданады. Кейін Ақмола облыстық педагогикалық институтының филология факультетінде жоғары білім алды. Дүкеш Алиевич Байымбетов – это целая история казахского телевидения. Дүкеш Алиұлының қазақ телевизиясындағы орны ерекше. Оның дайындаған сюжеттері нақты айғақтарға құрылатын, және біздерден соны талап ететін. Онда бұра тарту, аяқтан шалу, немесе кейіпкерін төмендету деген атымен жоқ. Қандай кәсіптің адамынан сұхбат алса да, өзін солармен тең дәрежеде ұстайтын. Менмендік, кеудем соқтық деген қасиеттер жоқ еді бойында. Оның табиғаттан берілген баритон дауысы болатын. Телевизия саласына келгенде де ең алдымен диктор болды. Журналистік зерттеу хабарлар жасауға үлкен дайындықпен келді. Дүкеш Байымбетов радиодан «Патриот» атты авторлық бағдарламасын жүргізетін. Кейін ол телевизия саласында меңгере бастады. Я должен сказать, что тогда, будь то на радио или на... Радиода болсам да, телевизия саласында жұмыс істесем де ең алдымен жаңалықтарға сюжет жасадым. Орталық телевизия үшін жасалған әр сюжеттің 1 минут үшін күн-түн демей еңбектенетінбіз. Орталықтан берілген тапсырма уақытында орындалу керек, ауруға, демалуға уақыт болмайды. Себебі время бағдарламасын орталық комитеттің адамдары жібермей көретін. Сол бағдарламада айтылған сын, қоғамда орын алған кемшіліктерді бірден түзететін. Ол кезде телеарнаның құдіреті күшті болатын. Не больше, не меньше. Мен Дүкешпен жоғары партия мектебінің журналистика факультетінде таныстым. Екеумізді жақындастырған әдебиет әлемі болды. Өзім Ресейде тудым, Омбы қаласында өстім, француз тілінің маманымын. Орыс ақындарының поэзиясын жақсы көрем. Бірақ Марина Цветаеваны қанша оқысам да түсінбей жүргем. Соны Дүкешке айтып едім, ол Цветаеваны түсіну үшін оны дұрыс оқу керек деп, өзі дауыстап оқи бастады. Мәнерлеп оқығаны бір керемет. Оның әр сөзге мән беріп оқығанына тәнті болдым. Дүкештің арқасында Марина Цветаеваны түсіндім. Дауысы ерекше еді. Тыңдарманын бірден баурап алатын. Дүкеш Ақмолада жүргенде көптеген концерттер жүргізген және спектакльдерде ойнаған айтып отыратын. Мықты актер болмаса да, көрермендер оны дауысын есту үшін келеді екен. Жылы жоғарғы партия мектебіне. Сонда ең бірінші Дүкешпен таныстым. Ол кісі менің өмір тарихымда біліп танысқан кезде сондай ырза болып қалдым. Ой, ереке, осындай жолдас боламыз, мәңгілік жолдас боламыз. Мен моряктардың дружбасын білем, достығын. Это вечная дружба моряков и прочная дружба деп. Ол кісі мен сондай сыйлап, мені қарсы алып, сондай өзі көңілдегісін бәрін айтты маған. Мен осындай журналист боламын, осында жоғары партия школына, школының біліміне оқуға келдім. Мақала жазды,
сол партшколда біздің өзіміздің газетіміз болатын. Соған жазып, Дүкештен бағалайтыным, ол кісі адамға сондай ұнамды, бір кездескеннен белгілі, адамның жүрегі жақсы, көңілі кең, сол кісінің мінезі маған ұнады. 1977 жылы Дүкеш Байымбетов Алматыға ауысып, бірнеше жыл қазақ телефильмде диктор болып қызмет істеді. Я зашел к председателю. Сол кездегі телевизия және радио хабарлар комитетінің төрағасы Хамид Қасенұлына мені дикторлықтан босатыңыз, мен орталық телевидениеға арнайы бағдарламалар жасағым келеді деп айттым. Ол таңғалып, қалай сонда? Сен жоғарғы санаттағы дикторсың, алатын жалақың да жоғары. Егер журналист болсаң жұмысың көбейеді, айлығың екесе аз болады деді. Мен болсам, мен ақша емес, журналист болған қызықтырады. Жер-жерді аралап, қайнаған оқиғаның ортасында жүргім келеді. Сол жерден сюжеттер дайындағым келеді дедім. 1980 жылдың жазында СССР мемлекеттік телерадиосы Қазақстандағы меншікті тілші қызметіне байқау жариялады. Орталық телевидениеде жұмыс істеу мен үшін арман болатын. Бағымды тағы бір сынап көргім келді. Он приехал сюда. Біздер апта сайын театрға, концертке, ақын жазушылармен кездесулерге баратынбыз. Бір күні Дүкеш, мен орталық телевидениенің Қазақстандағы арнайы тілшісі боламын. Сен маған көмектес дейді. Алғашында мен аң-таң болдым. Орталық телевидение Мәскеуге қарайды. Ол жерде ешқандай танысымыз жоқ. Кім жұмысқа ала қояды деп ойладым. Дүкештің алғаннан қайтпайтын мінезі бар еді. Ақыры дегеніне жетті. Бір аптадан соң мен дайындаған материалдар эфирге шыға бастады. Журналист үшін жазғаныңның жарық көрген үлкен бақыт. Оның үстіне мәскеулік әріптестерім мені жақсы тәрбиеледі. Мен олардан сөз саптауды, ой еркіндігін көп үйрендім. Олар менің ұстаздарым. Ваш звонок и просьба рассказать о Дүкеше Алеевиче. Біз Дүкеш екеуміз Қазақстаннан Мәскеуге материалдар дайындайтынбыз. Естеріңізде болса, одақ бойынша қайта құру, жариялылық сияқты қоғамда саяси өзгерістер бола бастады. Мәскеуліктер бізден уақыттың талабына сай материалдар жіберіңдер дейтін. Дүкештің ең бір ерекше қасиеті, ол материалды бермес бұрын жан-жақты зерттейтін. 1-2 минуттық уақытқа өте қысқа материал дайындау асқан шеберлікті талап етеді. Дүкеш солай жасайтын, бар ойын зерттеуін осы уақытқа сыйдыратын. Білмегенін сұрап алушы еді. Редакцияда бір-бірімізге қолдау көрсетіп жұмыла жұмыс істейтінбіз. 1980-1996 жылдар аралығында Дүкеш Байымбетов орталық телевидениеге Қазақстанның ауыл шаруашылығы, өндірісі, халықтың әлеуметтік жағдайы туралы көптеген сюжеттер мен репортаждар жасады. Қазақ елінен, қазақ жерінен, қазақ тілшілердің арасынан өзіміз бірінші осы мемлекетке келіп осындай репортаж жүргізіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Енді міне Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлыбританияға ресми сапары 28 қазаннан қарашының 1-іне дейін өтеді. Программа «Время» ол кезде бәрі біледі оқыстым. Сонда жүріп та уже жұмысын, таныстықты, достығымызды жалғастырып, қарапайым болды. Қандай белгілі адам болса да, танымайтын адам жоқ еді. Тек қарапайым достыққа сонда жомарт болды. Біреуге айдап көрген жігіт емес. Бірге бірнеше фильм түсірдік. Послание 1997 года, которое известно сегодня как «Стратегия Казахстан-2030»,
сформулированы основные приоритеты долгосрочного развития республики, дана четкая и ясная программа действий на перспективу. Ниет еткен мұсылмандай намазға, ниет етіп ғазал төктім қағазға, ғасырлардың саусағында нұр шашқан гауһар жүзік секілденген таразға. Дөкеш Әлиұлымен бірінші арнада бірге қызмет істедік. Ол мұнай саласы, өндіріс орындары мен ауыл шаруашылығына қатысты тақырыптарды жиі көтеретін. Дөкеш Әлиұлы дайындаған әрбір материал ел үшін де, одақ үшін де маңызды болатын. Ол кезде күнделікті сағат 9-да эфирге шығатын «Время» бағдарламасына сюжет жасауға бәрі ұмтылатын. Бірақ ең таңдаулысы ғана эфирден өтуші. Дөкеш Әлиұлы дайындаған сюжеттің эфирден өтпей қалғаны болған жоқ. Үйінде қонақта болдым. Жұмыста қандай болса, үйінде сондай. Қонақ жай, қарапайым адам болатын. Өз ісінің шебері еді. Мемлекеттік маңызы бар сұхбаттар мен репортаждарда ресмилік сақталады. Ойыңды қысқа қайырасың, артық сөз айтпайсың. Қызықты сәттер мен оқиғалар кадрдан тыс қалып қояды. Соларды айтқым келетін. Кадрда және кадрдан тыс деген кітап жазуыма да сол себеп болды. Одақ құлағасын. Ол кісі сол хабарда істеді, Қазақстанда істеді, сонда да бірге істеп жүрдік. Мен телерадио комплекс президенті істедім. Түн демейді, күн демейді, бір-бірімізге звондасып, қалымызды сұрап, қалайсың, амансың ба? Қалаға келіп қалсақ, не болса, мен Алматыға барсам, міндетті түрде бірінші телефон соған соғатынбыз, не болмаған соғатын. Сол бірге жүріп, көп ел араладық, жұмысқа беріліп істейтін енді, беріліп. Бәрін мұқтатын, семьясында мұқтатын, жолдастары ол кезде бәрі жұмыс біткесін үфтеп қайтадан бізді іздей бастайтын. Біз енді Дөкеш айналайын, көпті бірге де араласып жүрдік, Москвада да бірге бардық. Енді сондай осы Дөкешке қарап, қазір жастар үйренсін деп ойлаймын. Деген журналистер қазір өсіп, қазір керемет жастар. Бәрін тіпті керек болса да бір тілі емес, 3 тілі бар сөйлейтін, қазақ тілінен бастап. Содан ғой, сол барлығы біздің осы мына жолымызды көрсеткен, жолымызды тапқан. Но Дукеш Алиевич Байымбетов, это целая история. Дөкеш Әлиұлынан біздің ұжымның үйренген бір қасиеті журналистің өз ойы болуы керек екендігі. Телевизия үлкен күш. Бұл жерде айтылатын ойды сараптап барып айту керек. Әсіресе журналист. Телеэкран арқылы көрерменге жеткен ақпарат, ол жалған ақпарат болмауы керек. Сондықтан айтар ойға мұқият болған дұрыс, және журналист үшін шапшаңдық керек деп айтып отыратын. Қасиеттер көп, нағыз журналистиканың шебері болатын. Сондықтан өзі бұлай жаңалықтарға сюжет дайындау, ол өз алдына бір новелла дейік. Сонда соны 2-3 минуттың ішінде тақырыпты талдап, ойын жеткізіп, ол өте үлкен шеберлік керек оған. Сол қасиет Дөкештің бойында болатын. Сондықтан әрине енді бізде қалай адам өтіп кеткеннен кейін дүниеден ұмытылады. Бірақ та Дөкештің мысалы телевизиялық мектебі болса, менің ойымша артық болмас еді. Әлде мына университетте, журналистика факультеттерінде, мысалы мен білмеймін, мүмкін ол бар шығар. Сол Дөкештің сабақтары деп сондай дәрістер өткізсе, ол жақсы болар еді. Көңіл түбінде
Ешқандай бүккен сырым жоқ, барым осы. Мен орыс тілді журналистпін. Менің тағдырыма солай жазылыпты. Біреулер қазақша жазбағаныңызға өкінбейсіз бе деп сұрайды. Өкінбеймін. Қазақтың майталман журналистерін сыйлайым. Мен қазақ мектебін бітірдім. Қазақша біргістей білем. Қазақ әдебиетін түп нұсқадан оқимын. Қызметке байланысты көп ұсыныстар болды. Бәрінен бас тарттым. Мақсатым өз елім үшін қызмет ету. Мақсатыма жеттім. Он был человек с юмором. Дүкеш өмірін уақытын өзінің сүйіктісіне арнады. Әзіл қалжыңды жақсы көретін. Отырған жерінде бәрімізді күлдіріп отыратын. Менің анам айтушы еді, өмірді күліп ойнап өткізу керек деп. Күйеу баласы болса да Дүкешті өте жақсы көретін. Себебі Дүкеш өзі сыйлай білді, өзінде сыйлата білді. Қазір Дүкешті есіме алсам, тек істеген жақсылықтары мен мейірімді жүзі ғана көз алдыма келеді. Ол 72-ге қараған шағында өмірден өтті. Балаларын үйлендірді, немере сүйді. Әріптестерінің алдында сыйлы болды. Дүкеш Әлиұлы қарапайым, бақытты өмір сүрді.